Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз сіздермен қазақ әдебиеті пәнінен Мұхтар Әуезовтың Абай жолы роман эпопеясы бойынша тарауда бөлімін өтеміз. Бүгінгі сабағымызға негізделген оқу мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы өмір шындығын көрсету. Көркем шығармадағы заман көрінісі мен қазіргі заман көрінісін салыстырып бағалау. Бұдан туындайтын жалпы мақсат көркем шығармадағы заман көрінісі мен қазіргі заман көрінісін салыстырып өз тарапынан баға береді. Кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы талдайды. Ендеше балалар, қазына іздеу жолында әдісі арқылы алғашқы тапсырманы орындайық. Шарты: мен ең алдымен тарауда бөлімінің қысқаша мазмұнын видео арқылы ұсынамын. Сіздер зейін қойып тыңдап аласыздар. Мәтін мазмұнын тыңдай отырып, тарауда бөліміне қатысы жоқ эпизодты анықтап алып, тақырыпқа қажетті және қажетті емес эпизодты ажыратып жазасыздар. Осы тапсырманы дұрыс орындаған жағдайда білім қоржындарыңызға 1 балл қосылады. Бұл тарау Абайдың бірнеше жолдасын ертіп, Тоғызы болыстың сияз өтетін Балқыбекке сапарынан басталады. Оның үлкен ұлы Інұғыралпы Ақылбай да Мамырқаз атты досымен осы топта еді. Жастардың әзілдесіп, жарысып, ойнап жүргенін көріп, Ербол мен Абай да бір-біріне ыстық ықыластарын әзілмен айтысып қалды. Аттылар Балқыбекке келіп, өздері түсетін үйді іздеп көп жүрді. Тәкежанның да, Ысқақтың да үйіне соқпады. Тек Ояз Лосовскийдің келе сала Ибрагим Кунанбаевичті іздегенін айтты. Абай амандасамын деген сөзін жеткізді де, Оспан тіктірген үйлерге түсті. Түс ауа, Абай отырған 8 қанат ақ ордаға тәмам болыс жиналды. Бұлар көп сөзді емес, бәрі бір-бірін бағып отырғандар. Бір-бірінің үстінен арыз сүргендер еді. Абай олардың құлқындарын тез сезіп, Байкөкшеге ән айтқызды. Осы кеште Абай Ояз Лосовскийге амандасқалы барып, кешкі шайының үстінен түсті. Абай Лосовскийге бұл жиынға тек көріп қайтуға келген адаммын, тіпті қалыс кісімін деген. Лосовский бір ғана мәселенің шешімін ақылдасқысы келетінін айтып, қолына бір приговорды алып көрсетті. Ол Жанатаев атты осы елдің азаматының жалған болыстық мөрмен қалаға жолдаған приговоры болатын. Лосовский кінәліні кеңсеге алдырғанда, Абай оның Камали медресесінің шәкірті Көкбай Жанатаев екенін аңғарды. Приговор жөнін сұрағанда Көкбай іркілген жоқ. Қылғаным жаманшылық, еткенім кемшілік таршылықтан. Бір жағымда Мамай, бір жағымда Олжай. Екеуі де іргелел. Жақсы қоныс әрқашан солардікі. Ал біз Көкше атаның ұлдары 100 үйлі ауызбыз. Тілімдей Бақанас өзенінің басында таршылықта отырған жайымыз бар. Приговорда осы сияз жері Балқыбекті сұрап едім. Бос жатады, және осы тұсқа біздің ауыл ең жақын. Абай ағам оған куәлік бере алатын шығар деп тоқтады. Расында Балқыбек тобықты, Сыбан Найман Керейдің орта тұсы. Осы рулар бір-бірінен қызғанып, ешкімді қондырмай отырған жер еді. Лосовский бәрін түсінсе де, Көкбайдың жазаланатынын айтып, Абайға бұрылғанда Абай жазалау керек. Тек ар жазасы бар жазадан ауыр жаза. Жігіттің іші сіздің алдыңызда өртеніп тұрғанына сенем. Біздің даланың оқып талпынып жүрген баласы еді деп жауап қатты. Көкбай Жанатаев мұндай қылмысқа бармауға өмірлік серт беріп кеңседен шығып кетті. Лосовскиймен қоштаспай шыққан Абайды Жиренше мен Оразбай күтіп алып, атаның емес, адамның баласы болғаныңа разымыз Абай деп ықыласын білдірді. Абай оңаша сөйлесу үшін Ырғызбай ішінен 3 болысты тыс алып кетті. Дәркембай 3 болысқа 2 арыз айтты. Бірі жатақтың былтырғы және биылғы егінін болыстардың малы таптағаны. Екіншісі 7 бірдей атын ұрлағаны. Дәлелмен сөйлеген сөзге шыдамаған Тәкежан шатынап кетті. Жалған, қақпас не тантып отырсың деп кіжінеді. Осы кезде Абай, егін мен 7 аттың құны толық төленбесе, қазір орнымнан тұра бере іске кірісемін деп кесіп айтты. Абай сияз басында билердің айтысқанын тамашалап, алаңсыз сырт жүруге тырысты. Бірақ Сыбан мен Керей қалауымен тағы бір дауға араласуына тура келді. Бұл жесір дауынан асып, барымта мен жаулыққа ұласқан осы сияздағы ең үлкен дау Салиқа қыздың дауы еді. Салиқа Қожагелді Керейдің Сыбанға ұзатылғалы отырған қыз еді. Бірақ биылғы жыл оның атастырылған күйеуі қайтыс болып, Сыбан қызды қайнағасына қаратты. Қайнағасы Сабатар бұл күнде 2 қатыны бар, 60-тан асқан адам екен.
қыз теңім болмаса бармаймын деп еліне өлеңмен арыз айтыпты. Көз басында үш ат жегілген күймемен Абай, Әбіш, Мағаш екі ұлы мен Күлбадан қызын қалаға оқуға алып бара жатты. Әбішпен ұзақ әңгіме айтып, Мағашқа ән айтқызып, 2 күн дегенде қалаға жетті. Михайловтың ақылымен Мағаш пен Күлбаданды уездная школаға берді. Биылғы жыл Абай тек өз балаларын ғана емес, ауылдан тағы бірнеше жетім балаларды алдырып, оқуға түсірді. Жетімдерді түсірмеске болмаған. Өйткені елдегі көп ата-ана баламды орыс оқуына бермеймін деп отыр. Абай елге қайтқанда қыста түсті. Биылғы қыс ол кітаппен қатар қағаз қарындашты жиі ұстап, өзі де көп өлеңдерді құлақ күйдей, жан сазындай күйлей толқып жүргенді. Бірақ бұл өлеңдердің иесі дегенде өзіне өзі сенген аты жоқ. Өз ақындығына шала сенген сыншыл жанның көмескілеу айтылатын Көкбай деген ғана аты барды. Көркем шығарма мазмұнымен таныс болдық. Ендігі кезекте тапсырмаға назар аударып, тиянақты орындауға ат салысыңыздар. Сіздерге берілген уақыт шегі аяқталды. Өз жауаптарыңызды менің жауабыммен салыстырып, дұрыс не бұрыс екендігін анықтап аласыздар. Сіздердің жауаптарыңызда дәл осы жауаппен сәйкес келгендігіне мен сенімдімін, балалар. Келесі тапсырманы орындау барысында балалар данышпандар әдісін пайдаланамыз. Шарты: бірінші, мәтінмен жұмыс істеудің негіздері деп аталады. Сабақ барысында тыңдалған көркем шығармадан таныс емес ұғымдарды тауып, алфавиттік ретпен жазамыз. Мәтіндегі осы уақытқа дейін сіз күтпеген, сізге жаңалық болған сөздерді жазасыздар. Екінші, маңызды өмірлік даналық бөлімінде мәтіннің негізгі ойын бір сөйлеммен білдіресіздер. Үшінші, таныс және таныс емес бөлімінде мәтіннен сізге алдында таныс болған және мүлдем таныс емес ақпаратты табасыздар. Төртінші, үлгі боларлық қорытынды деп аталады. Мұнда оқыған мәтіннен келешекте қажет болатын маңызды қорытынды шығаруға бола ма деген ашық сұраққа жауап бересіздер. Осы тапсырмаларды дұрыс әрі толық орындаған жағдайда сіздерге 4 балл беріледі. Екінші тапсырма нәтижесін салыстырайық. Сіздердің берген жауаптарыңыз мұғалімнің жауабымен сәйкес келеді деген ойдамын. Келесі тапсырмада концептуалдық кесте толтыруымыз қажет. Шартында көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау керек. Бұл тапсырманы дұрыс орындаған жағдайда сіздерге 1 балл беріледі. Көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралауда ең алдымен әдеби тек тарапынан образ 3-ке, яғни эпикалық, лирикалық, драмалық, көркемдік әдіс тұрғысынан 2-ге, романтикалық және реалистік образ болып бөлінетінін еске түсіріп алайық. Осы шығармадағы Абай қай образға жататынын анықтап көрсетесіздер. Үшінші тапсырма нәтижесін салыстырайық, балалар. Егер сіздердің жауаптарыңыз менің жауабыммен сәйкес келсе, онда сіздер білім қоржындарыңызға 1 ұпай жинақтадыңыздар. Төртінші тапсырмада балалар біз онлайн мектеп тапсырмасын орындаймыз. Ол жерде бір ашық сұрақты, бір жауапты, бірнеше жауапты және бір салыстырмалы түрде тапсырмалар берілген. Қалыптастырушы бағалау тапсырмаларын дұрыс орындаған жағдайда сіздердің қоржындарыңызға 4 балл беріледі. Ол үшін ең алдымен онлайн мектеп
платформасына кіріп, менің сабақтарым бөлігін ашамыз. Бұл жерде біздің алдын ала құрып қойған тапсырмаларымыз бар. Сол тапсырмаларды берілген дескриптораға сәйкес орындауымыз керек. Бірінші тапсырмада Абайды Жиренше мен Оразбай күтіп алып, қандай ықыласын білдіруде деген ашық сұрақ бар. Дескрипторда ашық сұраққа дұрыс жауап беріледі делінген. Ал балалар, ойланып көрейікші, тарауда бөлімінде Абайдың іс-әрекетіне сүйсінген Жиренше мен Оразбай не деп еді? Иә, балалар, дұрыс айтасыңдар. Абайды Жиренше мен Оразбай күтіп алып, атамның емес, адамның баласы болғаныңа ризамыз Абай деп ықыласын білдірген болатын. Бұл сұраққа дұрыс жауап бердіңдер. Енді келесі тапсырма бірнеше дұрыс жауабы бар. Тапсырманың дескрипторында өзекті мәселені анықтап, жауаптарын табады делінген. Сіздер роман-эпопеяда қамтылған өзекті мәселелерді анықтауларыңыз керек. Романдағы әмеңгерлік, жоңғар шапқыншылығы, жер дауы, болыс сайлау, кеңес үкіметін құру мәселелері қозғалған дейді. Осы нұсқалардың қайсысы дұрыс деп ойлайсыңдар? Әрине балалар, әмеңгерлік, жер дауы, болыс сайлауы мәселелері ол бастан-ақ бұл бөлімде көтерілген болатын. Үшінші тапсырмада бір ғана дұрыс жауабы бар болғандықтан, оны орындау сіздерге өте жеңіл болады деген ойдамын. Тарауда бөлімінің соңында Абайдың жетім балаларды өз балаларымен бірге орысша оқуға беруінің себебі неде? Дұрыс айтасыңдар. Бұл жерде төртінші нұсқасын белгілейміз. Өйткені елдегі көп ата-ана баламды орыс оқуына бермеймін деп отырған нұсқасы біздің жауабымыз. Соңғы тапсырмада эпизодтарды салыстыра отырып, қай бөлімге тиесілі екенін анықтау керек балалар. Дескрипторда салыстыру арқылы бөлімдер атауын табады делінген. Бұл тарау Абайдың бірнеше жолдасын ертіп, 9 болыстың сияз өтетін Балқыбекке сапарынан басталады. Балалар, есімізге түсірейікші, бұл эпизод қай бөлімнен алынған? Дұрыс айтасыңдар, тарауда бөлімнен алынған. Келесі эпизод тыңдайық. Патша өлтіріледі, орнына Александр үшінші отырады. Дәркембайдың тақылдарын Тәкежанның малдары жеп кетеді, және 7 жылқысын ұрлап кетеді дейді. Есімізге түсірейікші балалар, алдыңғы сабақтарда осы эпизод өткен болатынбыз. Дұрыс айтасыңдар. Бұл асуда бөлімінде. Құнанбай қажылыққа жол тартады. Абай мен Ербол Байшораның Беке ауылында Әйгерімді кездестіреді. Әйгерімге құда түседі. Балалар, бұл эпизод қай бөлімнен алынып отыр? Өте жақсы, Қайғақта бөлімнен алынып отырған екен. Келесі эпизодты тыңдайық. Абай елге қайтқанда қыста түсті. Биылғы қыс бұл кітаппен қатар қағаз қарындашты жиі ұстап, өзі де көп өлеңдерді құлақ күйдей, жан сазындай күйлей тоқып жүргенді. Бірақ бұл өлеңдердің иесі дегенде өзіне өзі сенген аты жоқ. Өз ақындығына шала сенген сыншыл жанның көмескілеу айтылатын Көкбай деген ғана аты барды. Әрине балалар, бұл біздің бүгінгі өткен сабағымыз тарауда бөлімінен алынған. Балалар, барлық берілген 4 тапсырманы толығымен өте жақсы орындап шыққандықтан, сіздердің білім қоржындарыңызға 4 балл қосылады.
Бүгінгі тапсырмаларды толығымен орындаған болсаңыздар, онда сіздер бағалаудың 10 балдық жүйесін толығымен білім қоржындарыңызға жинақтады деген ойдамын. Бүгінгі сабақ бойынша балалар кері байланыс беріп жіберейік. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.